көктем мезгілі. Мына көктем адамға ерекше тәсір етеді деген рас екен, достар. Енді көктемнің келгеніне де біраз болды ғой. Бүгін нешесі? Бүгін 10 апрель ма? Апрель айы ғой. Бұл оқиға енді осыдан почти март айында болды. Бір ай болған жоқ әлі, себебі март айында, өзіңіз білесіздер, март айында күн ауа райы жылып кетті ғой, қар еріп, керемет. Сол март айында ерекше бір көктем тәсір етіп жүріп еді. Қотағым жыбырлап, қайта қотағым тұрып, бір көтенді, әдемі көтен болса бір жылағым келіп, шіркін, кейде солай көтеннің құмары тұтып кетеді, енді шіркін, қасиетті нәрсе ғой көтен деген, жалағым келіп кетеді. Сізге емес, мына көтенді екі бұлқысын ашып жалағым келіп кетеді да, шіркін, жарықтық, Солай бір ғажайып күндердің бірінде, достар, март айында. Енді сіздер айтуыңыз мүмкін, неге Гүлмираны сықпедім деп. Гүлмира енді қалада тұрады, достар. Гүлмира бізде облыс орталығында, қалада агентстволардың бірінде бөлім басшысы болып істейді. Сол себепті оның жасы да үлкен менен, ол қатынның лауазымы да өте үлкен. Сол себепті оның алдына бір-екі рет сықтым деп, оның алдына бара бермейміз ғой енді. Айтайын деген менен көп сөзбе лағып кетпей болған оқиғаны айтайын. Әмина қыз туралы. Әмина деген қыз, шіркін, енді былай қарағанда өте бір шала қазақ қыз, енді өте мінезі тәкаппар, высокомерный дейді ғой, тәкаппар, бір өзінше крутой қыз. Әмина деген жарықтық, Бір айта кетер, ол қыз, достар, ол қыз, яғни тумаған қыз, жасы да біразға келген, 87 ма, 83 па, 40-тан өткен ғой, бірақ тумаған қатын, сол себепті шіркін, солай март айының бірінде, достар, сол кеше жақында сол жұмыста қайта қотағым тұрып, кешкі сағат 6 еді, достар, мен мемлекеттік мекемеде істеймін, бізбен бірге істейтін Әмина деген қыз бар еді. Әмина ол юрист болып істейді, негізі. Ол мамандығы юрист, консультант. Несінде істейді, сол бөлімде, кешкі сағат 6 еді. Себебі кешкі сағат 6-да өзіңіз білесіз, бәрі кетіп қалады, жұмыстан. 6-дан сәл 5-10 минут өтіп еді, мен компьютерде отырмын, түрлі нәрсені қарап, менің кабинетім 3-ші этажда еді, достар, 3-ші этаж, основной, енді көп қабатты ғимарат, біз 3-ші этажында отырамыз, енді сағат 6-дан кейін 3-ші этаждан тұрыс болады ғой, Әмина қыздың да, кабинеті, біздің көрші кабинеті, юристтер көрші кабинетте отырады, Бір кезде кіріп, мен кабинетте жалғызбын, менің қасымда айта кетейін, мен кабинетте жалғыз отырмын, 3-4 адам отырамыз, менен бөтен 3 адам бәрі кетіп қалған, кабинетте жалғыз қалдым, бір кезде көрші кабинетте Әмина да жалғыз қалған екен, себебі мен шығып, одан алдын шығып, туалетке кіріп шықтым, сиіп келуге, сол кезде. Енді ұзын жолақ қой, ұзын жолақ, коридор, екі шет бәрі кабинет, сол кабинетінен өткенінде Әмина отырғанын байқап, кейін ол да менің қалғанымды байқады. Сөйтіп мен туалетке сиіп келіп отырып, компьютер шұқылап отырсам, бір кезде есік сиық ашылып, Әмина қыз кіріп келді, шіркін. Бойы биік, денесі орташа дене, мығым дейді ғой, нағыз қайың дене, шіркін.
Семіз де емес, арық та емес, орташа нағыз. Бұрап түсігетін қатын енді. Қыз ғой, қыз енді байға тимеген. Қатын емес, қыз ғой. Ресми түрде официально байға тимеген. Бірақ енді қыз емес, алдағашан қыздыға алынған талай қотақ көріп жүрген қатындар ғой. Талай сікісіп жүргенде. Сол себепті ресми түрде байға тимеген енді. Әмина қыз деп айтайын, сол Әмина қыз кіріп келді. Сосын әдемі жымиып күліп қарады, неге кетпей отырсың деп. Дедім мен, сосын сондай шаруалармен. Сонымен майда шүйде сөйлестік бір кезде. Көктем келе жатыр деді. Айта кетерлік 8 март мерекесіне жұмысымыз бәріміз өзіміздің коллектив қыздарға, қыз келіншектерге ақша жинап бербек. Бұл 8 марттан кейінгі болған ақиға, наурыздан да кейін, сол наурыздың сәл кейін, енді біраз коньяк бар ішеміз ба деді. Мен де мейлі, жақсы дедім, ішейік. Сөзден сөз шығып айтты, ішейік деді, жақсы да бір кезде. Ол айтты, давай осы сенің кабинетінде отырайық деді, ата-ана жақта. Ана жақты жауып мен нетемін, как-то шығып кеткендей, осында тыныш отырамыз. Айтайын деген, менің кабинетім ол бұлдей кабинет уже. Лестницадан көтерілгенде бұрыламыз ғой, бұрылғанда ол бұлдей кабинет. Кішкентай ақшам кабинет. Ал олардың кабинеті үлкендеу. Сосын біраздан кейін Әмина қыз барлық бүкіл дастарханды, яғни коробкаға салып әкелді. Бір коньяк, майда шүйде закускасымен бір кезде ішіп отырмыз. Мен енді көптен ішпегесін, сразу басыма дөкіп кетті. Бір рюмкадан енді коньяк қой, коньякта 40 градус күш болады. Ол да енді ол енді ішіп үйренген қатын ғой. Ішіп, талай ішіп дейді ғой, ішіп сікісіп жүрген қатындар. 1, 2, 3-те ол тәсір етіп мен әдеуір неткесін, мен оған енді нетіп бастадым. Әртүрлі әңгіме, анекдот айтып бір кезде. Ол да кетер емес, сөзінен байқадық. Сосын бір кезде жаймен отырып қолын ұстадым. Яғни ол өзі келіп қолын ұстады. Қолын ұстап, бұлай иығыма дейін сипалап. Енді жұмыста бір костюммен отырам ғой. Бір көйлек, бір костюм болды. Үстінде бір көйлек. Кабинеттің іші жылы. Сол себепті иығыма дейін ұстап, бұлай денемді бүйтіп нетіп. Мен де жаймен екеуміз оны столын бұлай отырып орындықтарды, түбіреткі орындықтарды бұлай компьютер тұрған столдың жанында отырдық, екеуміз қарама қарсы төбіретке қойып, бір кезде өз орындығымды оның жанына отырғызып тақап қойып, жанына отырып белінен құшақтап, мойнынан сүйдім. Шіркін жарықтық енді. Өткір әтірдің, духидың ісі бұрқ ете қалды, бір керемет иіс бар екен, жарықтық. Мен құшақтап белінен, белі өте қыпша бел. Менің қатындарымдай, менің қатыным, біздің қатындар біледі. Семіріп кеткен ғой, томпақ, белі жоқ. Сплошной коробка болып отыр ғой. Бұл енді қыз шіркін белінен құшақтап, сәл назданды. Деп күліп, кейін мен белінен құшақтап, мойнынан сүйіп, ерінен сүйгім келсе, көп ерінен ауызбен сүйіспегенмен көп уақыт болып еді. Баяғы былтырғы өткен жыл сол Гүлмирамен сүйіскеннен кейін ешкіммен сүйіскенім жоқ. Көптен қозып жүргем, бір ауызбен сүйіскім келсе. Әмина қызбен ерінінен сүйіп, тілін тістеп, кәдімгідей екеуміз сүйістік, қозып. Бір кезде ол да тұрды орнынан, мен де тұрдым. Екеуміз кәдімгідей тұрып, құшақтасып, бір-бірімізді құшақтап, қозып, ыңқылдап, ерінімізбен ауызбен былжыратып сүйістік.
кәдімгідей енді екеуміз де маспыз ғой. Шіркін арасында өткір коньяктың иісі, түрлі ненің закускілердің иісі құрсын, керемет еді. Бұл сұрап сөйскеннен кейін ол менің мойнымды кейін менікі тұрып кетті, қағай ол байқады. Мен оның көтенін белінен тасқыр құшақтап екі қолыммен оның екі бұлкісінің көтенін ашып емес қыстым. Оның бұтында үстінде бір көйлек қой шіркін. Өзіме қотағыма тартқан кезде ол байқады қотағымның тұрғанын. Сосын ол менің мойнымнан сүйіп көйлектерінің ілгектерін ағыта бастады, түймелерін. Мойным сөкейін мен де көп нетпей енді шыдамай баратырмын. Мен яғни оны сіккім емес, яғни мен оның көтенін жалағым келді. Жалағым келіп жүрді қатты көп уақыттан бері. Шіркін сосын мен оны құшақтап мойнынан сүйіп емшектерін қысып, көйлегін шешкенім жоқ. Көйлегін былай теріс қарай аунаттым, былай теріс аунатып. Енді шкаф бар, енді кабинеттерде шкаф болады ғой, енді мемлекеттік мекеме болғасын. Шкафтың ішінде түрлі кітаптар бар, нелер бар. Шкафқа былай тақап қойдым да, өзім ана столда былай компьютерный столда отырмын. Столдың енді қарама-қарсысында шкаф бар ғой, шкафқа оны тақадым да, былай сәл еңкейтіп, оны кейін көтен әдемі көтен бар, орташа стандарт көтен ғой, енді ондайдың әдемі де емес, жаман да емес, орташа әдемі көтен былай екі бетімді мұнымды екі бұлқысының ортасына тықтым. Ол да таң қалды, ол енді білді сол кезде менің жалайтынымды білгесін. Деп ұңқылдап өтірік деп күліп тұрды. Сол кезде байқады енді жалайтынымды. Әдемі көтен маған ыңғайластырды, тоңқайып былай. Сосын мен көйлегін, етегін көтеріп беліне дейін, көйлегін шешкенім жоқ, көтенін беліне дейін көтердім. Етегін, сосын бұтында колготки бар екен, колготкимен қара колготкиін шештім. Колготкидің ішінде, қара колготкидің ішінде шіркін ақ мерстірси бар екен, шіркін. Мерстірси киіп жүргенін байқайтын емсе, көйлегінен сызық білінбейді. Қатындарда сызық білініп тұрады ғой. Сызық білінбейді, мерстірси екен. Мерстірсиін шешпей, колготкиін шешкесін көтенінің енді мына мерстірси, ақ мерстірси екі бұлқысының ортасына кіріп тұрды көтенінің. Өте керемет болып жарасып. Колготкиді шешкен кезде бір өткір иіс, амның иісі бұрқ ете қалды. Егер байқасаңыздар достар, амда иіс болады. Бір амның иісі шығып бір ұрылды дымағыма. Бір өткір амның иісі. Сосын көтенді мен екі бұлқысын қолыммен бұлай ашып, умпаждап қысып отырдым, жеңіл қысып. Сосын көтеннің ортасына кіріп тұрған мерстірсиін жаймен тартып, бір шетке тартып, амын, бұлай екі қолыммен аштым. Енді айттым ғой, туылмаған ам. Туылмаған ам енді бәрібір ерекше болады ғой. Енді бұлай бармағымды, бас бармағымды тығып, сәл тығып, жартысына дейін уғалап отырмын, бұлай. Керемет ам енді шіркін, туылмаған ам. Біздің қатындардікінде емес қой, біздің қатындардың амы енді кеңейіп кеткен ғой. Гүлмираның амы да енді туған, бала шыққан ам кең болады, анау енді туылмаған ам шіркін, өте бір ерекше болды, таптар болды. Тар емес, енді кең ғой, бірақ оны енді көріп жүрген адамдар біледі, туған ам мен туылмаған амның айырмашылығы көзге білінеді ғой. Сол амын уқалап көтені тап-таза екен, көтені шіркін жарықтық. Мен ойлап едім, бір боқ соқып бола ма деп енді. Енді ұят қой, енді көтені боққа соғылған енді жуып кел деп айта алмайсың енді. Көтені тап-таза екен шіркін. Бұнда ақ мерстірси де тап-таза, аппақ, бірақ сәл сары дақтар бар. Енді әйел адам ғой, қозып сұйықты атқан шығар. Өткір иіс бар, сосын мен көп күттірместен тек ақ
Мешітір сөйтіп бір шетке ысырып көтеннің булкысын сразу екі булкының ортасына мұрнымды тығып деп нетіп пырылдатып былай жеңіл тістеп амының екі ерні керемет ам екен, ана кинолардағыдай әдемі ам. Екі ерні, екі губкасы амының сәл жеңіл шығып тұр. Гүлмираның амындай емес, Гүлмираның амы сәл басқашалау, бұл Әмина қыздың амы еті керемет екен, ұнады. Амының екі ернін тістеп, тілімді тығып амына деп атқа ұқсап сөйтіп амын жалап, біраз жаладым, ол да шіркін деп аңқылдап, шіркін ақылеп оқылеп, жарықтық нетті, кәйіпке беріліп жатырды ғой енді. Ол себебі ойлаған жоқ, ол сігітті ойлады да, мен итереттеп, ал мен жалағасын шіркін, ол тіпті ерекше ыңқылдап жатыр енді. Менде сол маған өте ұнап кетті, өткір иіс бір жағынан, бір жағында өзім маспын, коньяктың иісі дәмі, одағынан амының, сосын амды неткен кезде, жалаған кезде сұйықтықтар шықты, өткір амның дәмі. Бұдан кейін көтеніне тілімді тығып, екі булкысын ашып отқанымда үлкен бармағыммен, бас бармағыммен былай көтенің тесігіне тығып, тілімді тығып, көтенін жалап, тек қана көтенін жаладым, тілімді барынша тілімді тығып көтеніне. Таптар көтен, енді белгілі, енді көтен қотақ кірмеген көтен екен, көттен бермеген ғой, көттен сікіспеген, көттен сікісіп қайтсын, ол жас қыз ғой әлі, тумаған қыз, қотақ кірмеген көт белгілі ғой, таптар көт. Тілім зорға сыйды, тілім әрең сыйбады, тілімді тығып, сол жерде былшыратып, көтеннен де ерекше су бір сұйықтық нетті, бір өткір, бетім деген былшырап кетті, ол да рахатқа бөленіп жатыр, шіркін, шкафқа сүйеніп тұрып ыңқылдап, мен де шіркін, екі булкыммен, екі қолмен көтенін ашып, жалап, көтеніне тілімді тығып, амына тілімді тығып, жалап, шіркін. Біраз сол жерде бір 20 минуттай жаладым, ол тіпті енді бір шыдамай сөйерді, бітіріп жіберді, прямо сұйықтықтар ағып, өткір сұйықтық ақты ыңқылдап қалды. Кейін ол өзін бірай нете алмай қалды, қатты кәйіпке беріліп кетті ма. Менің қотағымда тұрып тұр ғой, бір кезде қойшы деді, подожди, орысша сөйледі, подожди, давай. Встан деді, мені тұрғызып қойып, кейін өзі орындыққа отырды да, кейін көйлегін былай түсіріп, кейін бірден жылдам менің қотағымды, менің шарбалымды шешіп, ременімді ағытып, шарбалым замогын шешіп, классика шарбал ғой, костюм шалбар, сол ременін ағытып, замогымды шешіп, шарбалдың ішінде бір трусы, кәдімгі мерз трусы емес, енді мен саунаға қыздарға барғанда мерз трусы киемін ғой, менде бір трусы бар, мужской, тек саунаға қыздарға барғанда, Гүлмираға барғанда, қонақ үйге, сікісуге барғанда бір мерз трусы киемін, мужской, былай жұмысқа енді кие алмайсың, неудобно. Кәдімгі 4-1, кәдімгі хозяйственный трусы кидім. Қақайып тұрған, шоқайып тұрған менің тәшағымда ол сразу. Менікі іс болып, мен айттым ғой, достар, менің тәшағым, қотағым орташа қотақ, бір кезде ол сразу. Енді ол алдым бірінші кәншайт еткесін, кәйіпке беріліп отыр ғой, менің қотағымды қысып бір-екі рет. Сол кезде білдім енді, опыты бар қыз екені, байға тимегенмен де талай. Қотақ сорып жүргенім сол жерде көрініп қалды, білініп, менің қотағымды қысып, кашайттап, менің головкасын аузына тығып, сорып, жалап, жеңіл тістеп, көзімен өткір былай көздері болады ғой, шіркін, оны аузына берген жігіттер біледі, еркектер аузына беріп жатқанда, әйел адам бүйтіп
Қотағын сорып отырып көзінің астымен былай қараған кезде шіркін мына вниманиесі адамды тесіп жібереді, өте керемет болады. Сөйтіп қарады маған ерекше көзқараспен. Қотағымды бір-екі рет былай сорыды. Мен де сол біраз бір-екі ұдан қатынды сіккесін, қатынмен сікіскесін. Қотағым онша бірден нете қоймаймын, сосын біраз нетті. Керемет былш-былш еткізіп, қылқ еткізіп, қотағымды сорып, аузына кашайттап сорып, бір кашайттамай былай аузымен нетті. Одан кейін мен де шыдамай сол жерде екі қолыммен оның әуелмен өзі еркіне беріп, екі қолымды былай столға сүйеніп отырам. Кейін кәйіпке берілдім. Мен де басынан ұстап, кәдімгі қотағымды аузына тығып, кәдімгі басынан ұстадым да, кәдімгі аузынан сіктім. Аузынан қылқ еткізіп аузынан сіктім. Біраз бір 5 минут, 4-5 минут неткесін менің де бойымнан кетіп, прям шіркін айттым, прямо бітіремін, қаншайым дедім. Деген жоқ, деді, уже белгілі енді аузыма бітіре бер деген сөз ғой ол енді. Бір кезде шыдамай аузына сігіп атырып, аузының ішіне ағызып жібердім, жарықтық. Шіркін ерекше бір басым тас төбем зың ете қалды, басым кәйіпке. Сосын басын ұстап тұрдым, қотақты до конца бітіргенше, қотақты аузына шығармай. До конца емес, ортасына дейін тығып, ол да деп ыңқылдап, уже оған да ұнап тұрды, белгілі. Сосын біраз сүйерде бір минуттай неткесін сәл қотағымды шығардым. Ол да бір ерекше, бір рахаттанғандай, бір ерекше бір көзқараспен маған қарап, сол кезде байқадым, менің ұрығымды жұтып жіберген екен. Кейін аузына шығарып қотағымды, кейін бір-екі рет бетіне еркіліп күліп, бетіне бір қотағыммен ұрдым былай, ерніне. Ол да күлді. Сөйді менің екі мына мәйегімді, енегімді тістеп, жеңіл тістеп жалады. Мен қотағымда жүн жоқ, достар, себебін тез-тез ауызға бергесін, мен қотағымдағы жүнін алып жүрем. Сосын айтайын деген, Әминаның амында да жүн жоқ екен. Сосын мен қотағымды, екі енегімді жеңіл тістеп, енегімді жалады. Мен де қотағым уже бітіргеннен кейін бір қотағыңды ұстаса бір не болып кетесің ғой, бітіргенге кейін. мен де қотақты бір-екі рет ерніне, бетіне ұрғасын. Кейін мен де уже бітірдім, себебі шаршап. Кейін былай орнынан тұрғызып, күліп ұржаңдап, кейін аузынан сөйтіп, ернінен тағы сүйістік. Сол кезде енді айтқаным жоқ, жұтып жібердім. Уже сразу белгілі жұтқаны, мен ұрығымды толық жұтып жіберген екен. Сосын тұрып, менің қайталап мойныма асылып, ауызбен сүйістік, еріммен сүйісіп, ерінен сүйіп, тілмен бұлшыратып, бұлш еткізіп шіркін. Өте бір ерекше кәйіпке, бір сезімге бөленіп едім, шіркін. Сол жаңа есіме түсіп, сол достар сіздерге айтып беріп жатырғаным ғой. Шіркін, айта кетейін, сол көктем ерекше әсер етеді деген сол екен. Шіркін, көктемнің басталған күндерінде болған енді жақтай ғой бұл сол жерде. Сосын түрлі бір кәйіп болды ол жерде. Bir жағынан коньяктың кәйіпі, екінші жағынан менің қотақпен анның кәйіпі. Сосын құшақтап тұрдым оны сол жерде, құшақтап, белінен тас қылып құшақтап тұрдым, сүйісіп қайта-қайта. Киноларда, французский киноларда болады ғой, ерінен қайта-қайта сүйіп, бетінен сүйіп, ерінен сүйіп. Оның беті де бұлшырап кеткен. Сонда да маған өте ерекше, маған ұнады. Бетінен жаладым, беттерін жалап, тістеп, деді бұл.
еркелеп, сосын ерінен тістеп жалап, тілінен бір-біріміздің тілімізді тістедік. Сөйтіп біраз сөйтіп әбден қотағым солығанша, қотағым да соғылды, салбырап қалды, кішкентай болып. Сосын екеуміз әбден бітіргесін сол 5-6 минуттай шүйісіп тұрдық. Кейін айтты, давай собираемся деді. Сосын жақсы дедім мен де. Маған да бітіргесін не істейсің, шаршайсың ғой, шаршап ұйқың келеді. Сөйтіп жақсылап тістеп ерінен аузына шүйіп, сол жерде тарқасып едік. Кейін давай жақсы деді, күліп киімдерін жөндеп, трусы енді айттым, мерістірсен шешкен жоқ, мерістірсен жөндестіріп дұрыстап, бұтына колготкиін киді да, көйлегін дұрыстап, көйлегін шешкенім жоқ қой, тек етегін тұрдым. Колготкиін киіп, көйлегін дұрыстап, сол жерде салфетка бар еді, салфеткамен айнаға қарап, салфеткамен бет-аузын сыпырды да, кейін столдың үстінде кабинетінің кілті бар еді, өзінің кілтін алды. Кабинетін кейін мен кабинетті іштен кілттеп отырамын, кейін кабинетті іштен кілтін ашты да, кейін кабинеттен менің кабинетіме шығып кетті, өзінің кабинетіне кіріп шығып кетті. Сосын мен шіркін жарықтық. Сол жерде ләң болып тұрып қалды. Мен кәйіптен кейін әлі кәйіп ұстап тұрмын да мен, жеңіл кәйіп ұстап, сол біраздан кейін бұлай оның үстіне маспын. Мен де өзіме келіп, шарбалымды дұрыстап, тіземе дейін түсіп кеткен шалбар, шалбарымды дұрыстап, бұтымдағы төртбұрышты хозяйственный төртбұрышты трусимді киіп, салфеткамен сол жерде алып қотағымды сыпырдым. Қотағым онсыз да таза, сол қотақты сыпырып, трусиді хозяйственный қожалық трусимді киіп, төртбұрыш шарбамды жөндеп, ременді тағып, көйлегімді салып, үсті басымды жөндедім. Мен де салфеткамен бет-аузымды, менің де бетім пұлжырап кетіп еді ғой. Бетімде өзімнің ұрығымның, спермамның қалдықтары бетінде. Ол да шайтан қыз ғой шіркін, аузындағы нелерін менің бетімен етіп, біраз енді ерекше кәйіпке білендік. Тек бір кемісіміз екеуміз тек тік тұрдық болған, столда, диванда жатқанда тіпті ерекше болады екен. Соның өзінде мен ерекше кәйіп алдым шіркін. Бұлай енді әртүрлі жағдай болады. Құшақтап диванда жатқанның кәйіпі басқаша. Әр жерде көліктің ішінде отқан кәйіп басқаша, бұндай столда отқан басқаша. Бұл жерде тік тұрғасын кәйіпі ерекше болды. Әр жағдайдың өзінің ерекше рахаты болады ғой. Сол рахатты барынша сезіндім. Сол кәйіпті ұстап, сол кәйіпті алып, сол киімдерімді жөндеп, салфеткамен бет-аузымды сыпырып, үсті басымды жөндеп, сосын коньяк ішкен жерді жөндеп, сыпырыстырып, бәрін жөндеп, тап-тұйнақтай қылып, компьютерді сөндіріп, кеш болып кетіп еді, қараңғы түс мартта. Қазір апрель, қазір күн ұзақ қой енді қазір. 6-дан кейін де күн батпай, бұл кезде уже 6-дан кейін 7-де қараңғы түсіп кетеді, мартта. Қараңғы түсіп келатыр еді, уже менде. Компьютерді сөндіріп, бәрі жер жинастырып. Сосын дым білмегендей құдды күнімен жұмыс істеп, сілем қатып шаршаған адамдай кабинетті кілттеп жұмысты ашып үйіме жол алдым шіркін. Сол Әмина қыздың айтайын деген юрист болып істейтін Әмина қызбен болған ғажайып сікісу солай болды. Бұл жерде достар сікісу болған жоқ, яғни мен оның амына қотағымды тығып сіккенім жоқ. Оның көтенімен амын жаладым, былжыратып. Кейін ол менің қотағымды сорды. Солай болдық. Енді бұл да бір сікісу ғой енді.
Осылай достар, сол айтайын деген не деймін, сол әдеттегідей сол бір-біріңіздің қотақтарыңызды сорып, андарыңызды жалап, солай жүріңдер достар. Себебі бұл қысқа өмірде тек қана ләззат алған дұрыс деп мен есептеймін. Сонымен осындай жағдай болды. Енді одан кейін де кеше жақта саунаға барып едім. Саунадағы жағдайды кейін айтып беремін. Саунада бір әсем деген бір жас қызды бір сіктім, жарықтық бір жап-жас қыз екен, шіркін-ай. Енді менің жасым да үлкен ғой енді. Саунадағы әсем деген қыздың біраз сікісі онда, біраз шайқадым. Оны енді кейін айтып беремін. Саунадағы әсем қызбен болған жағдайды. Бүгін енді сіздерге Аминамен болған жағдайды айттым достар. Енді алдағы уақытта Аминамен кездесіп жатсам, оны да айтып беремін. Сонымен осылай достар айтайын дегенім. Бір-біріңіздің қотақтарыңызды сорып, амдарыңызды жалап, көтендеріңізді жалап, барынша рахатқа бөлеңіздер. Себебі қысқа ғұмырда тек қана ләззат алып жасау керек, өмірден ләззат алу керек. Солай емес пе достар? Өмірден рахат алу керек, ләззат алу керек. Мен неге сондай адаммын, барынша өмірден рахат алып, ләззат алып, солай жасаймын. Сонымен осындай достар, мен мына немді сөндірейін. Осындай жақтағы аман болайық достар. Алдағы уақытта саунада әсем қызбен болған ғажайып итерсуды айтып беремін. Оны да керемет. Оның да көтенін жалап шіркін. Оғыздың да көтенін жалап бердім енді. Соңында көтен қыздың көтенін амын жалау қалай екен білмеймін енді. Оған сіздер не дейтіңіз, бірақ өзіме ұнады. Қанша саунада жәлеп қыз болса да мен оның көтенін бармағымды тығып жалап, амын былжыратып жаладым. Ол да оны күтпеп еді әрине. Ол да ерекше сезімге бөленді. Шіркін, оны кейін айтып беремін достар, мен де кәйіпке беріліп кеттім.